Менің керемет отбасым Bonanza Viге бүкіл әлем бойынша сәлем жолдаймын. Мен өте қуаныштымын. Өйткені бір апта бұрын, күнет қай жерде болсаңыз да, планетаның түкпір-түкпірінде 20 жылдық мерейтойлық Bonanza жобасын іске қосты. Егер сіз Bonanza жобасы туралы білмесеңіз, жоғары тұрған компанияңызды тауып, оларға жақсы соққы беріңіз. Бәрі жақсы, өйткені бұл күнет іске қосқан ең қызықты жарнама. Бонустар алғаныңыз, көшбасшылық бонустар алғаныңыз, сәйкестік бонусы деп аталатын нәрсені алғаныңыз өте керемет. Сәрсенбідегі осы жазбадан кейін мен Bonanza бейнесінде жазып жатырмын. Оны 48 сағаттан кейін көруге болады. Егер сіз оны әлі білмесеңіз, механиканы түсіндіреді. Бірақ қай жерде болсаңыз да, барлығыңыз 20 жылдық мерейтойыңызды тойлауға көңіл бөлуіңіз керек. Бұл нағыз бақыт. Бәрі жақсы. Сондықтан назарыңызды жоғалтпаңыз. Балалар, жарай, қай жерде болсаң да, Рамазан айында мұсылман болсаң да, мұсылман болмасаң да, кім болсаң да, әлемнің кез келген жерінде болсаң да, Bonanzaның 20 жылдығын тойлауға сұңқар сияқты көңіл бөл. Балалар, көп ақша табу керек. Мен осы сәрсенбіде көптеген кездесулер өткіздім. Біраз саяхаттадым. Және көп уақытымды араласуға, білім алуға, тостағанымды босатуға, қайта жаттығуға жұмсадым. Толқып кеттім. Бәрі жақсы. Менің жоғары басшылығы мен тәлімгерімнің үлкен сүйіспеншілігімен бірегей дато Шривиджай. Мен бүгін біздің өміріміз енді өзімізге тиесілі емес екенін түсіндім. Сені ұнататын адамдар көп. Біз бойдақ болдық. Солай ма? Жалғыз болу деген сөз. Осылайша, сіз өзіңіздің айналаңызда мүмкіндігінше айнала отырып, өміріңізді аяқтайсыз. Бұл сіздің жұбайыңызға, күйеуіңізге немесе әйеліңізге, балаларыңызға қатысты. Ал азиялық мәдениетте бұл сіздің көптеген ата-аналарыңызға қатысты. Өйткені біздің ата-анамызға деген перзенттік немесе қыздық парызымыз. Бірақ егер сіз біздің әлеуметтік құрылымымыздың немесе әлеуметтік өміріміздің басқа аспектілеріне қарасаңыз, мұның ешқандай айырмашылығы жоқ екенін түсінесіз. Иә, біздің жұма және сенбі күндері кешке бірге баратын достарымыз бар. Біздің отбасымыздың достары бізге қонаққа келіп, өмірлеріне шағымданады. Біздің достарымыз бар. Олар Дональд Трамптан бастап, Малайзиядағы саясатқа дейінгі өмірлеріндегі және бүкіл планетадағы барлық мәселелерді талқылайды. Бірақ олар бұл туралы ештеңе істемейді. Бәрі жақсы ма? Содан кейін бірнеше жыл бұрын, бірнеше апта бұрын, бірнеше күн бұрын сіз маңызды қадам жасадыңыз. Мен сізге бұрын ешқашан желінің не екенін түсіндірген емеспін. Мен мұны істеуге тырысамын. Жарай ма? Сондықтан менімен бірге бол. Сіз бұрыннан бар әлеуметтік құрылымнан шығып, желілік маркетинг деп аталатын жаңа әлемге қадам бастыңыз. Онда әлеуметтік құрылымға қатысты мүлдем басқа ережелер мен ережелер бар. Сіздің ескі әлеуметтік құрылымыңызда ешқандай үміт болған жоқ. Тіпті сіздің жақын туыстарыңыздың арасында өте аз күйеулер немесе әйелдер серіктесінің қолынан келгеннің бәрін жасауға тырысады. Бәрі жақсы. Миллиардер бол. Менің ойымша, біздің ешқайсымызда миллиардер болуға итермелейтін күйеуіміз немесе әйеліміз жоқ. Әлемді басқарыңыз. Сіз ең жақсы адам болыңыз. Олар сенің тыңдағаныңды, балаларыңа көңіл бөлгеніңді, үйге ерте келгеніңді, бізбен бірге уақыт өткізгеніңді, өзіңе немқұрайлы қарамағаныңды қалайтын шығар. Отбасы, кез келген жағдайда жұмысыңызды жоғалтпаңыз. Содан кейін сіз менің бейнемді көріп, жұмыстан шықтыңыз. Жарай ма? Сондықтан күйеуің, әйелің немесе ата-анаң маған ашуланса, сен бар күшіңді салсаң, олар мені жақсы көреді. Жарай ма? Ал біздің әлеуметтік құрылымымыз бізге көп үміт артқан жоқ. Біздің әлеуметтік құрылымымыздың көп бөлігі негативке толы, және оның позитивтілігі өте аз. Енді маған есте сақтау бойынша қадамдық нұсқауларды қарап шығуым керек. Жарай ма? Сондықтан күн басына қайта оралыңыз және оны жалғастырыңыз. Белгілі бір дәрежеде сіздің өміріңіз қызық болды. Мен сенің бақытты сәттерің болғанын білемін, бірақ бұл өмір туралы жалпы әсерің теріс болды. Сенің айналаңда сенің болмысыңа одан да көп негатив қосатын адамдар болды. Үйге қайттың ба? Жоқ па? Отбасының қысымы, ата-ананың қысымы, қаржылық қысым көптеген негативтерді қосты. Бұл дұрыс. Аман бол. Жұмысқа бар. Үйге қайт. Жұмысқа бар. Үйге қайт. Жұмысқа бар. Үйге қайт. Бастығыңа жалап ал. Бастығыңды жек көрсең де. Иә, сер. Жоқ. Сер. Иә, ханым. Жоқ, ханым деп айту керек. Бәрі жақсы. Кептеліс, үміт жоқ. Демалыс бюджеттік болды. Бір жұлдызды қонақ үй,
багажды баспалдақпен көтеруге тура келді. Түсіндің бе? Сен ешқашан шынымен қалағаныңды сатып ала алмадың. Ал өмір қиын болды. Бәрі жақсы. Сіз негативтілікке бейім болғаныңыз сонша, ол сіздің дыңғыға еніп кеткені сонша, әлеуметтік құрылымнан күткеніңіз теріс болды. Бәрі жақсы. Мен мұны неге білемін? Менің қазір достарым көп болғандықтан, мен желіге қосылмаған кейбір достарыммен араласамын. Олар біз табысқа жету аймағында да, ең жоғары табыс аймағында да, шексіздік аймағында да емеспіз. Бұл қарапайым адамдар, жақсы адамдар, мені қателеспе. Бәрі жақсы ма? Мен олармен араласамын. Құдай, бұл өте қиын. Бәрі жақсы. Мен олармен бірге отырамын. Тіпті сәлемдеспей-ақ, олар маған өздерінің негативтерін төгіп тастайды. Сен де теріс көзқараста болған кез келген адам сияқты қорқақсың. Құсу мұрныңа және құлағына тиеді. Және бәрі. О, Құдайым, бұл не? Сен түсінбейсің бе? Өйткені желілік маркетингте бізде ондай аймақ жоқ. Бәрі жақсы. Қол астындағылармен кездескенде сіз позитивті болуыңыз керек. Өйткені сіз бұл жігіттің өзін жақсы жағынан көрсеткенін, DVC алғанын, біліктілікке ие болғанын және барынша пайда алғанын қалайсыз. Сондықтан сіз өзіңіздің негативтеріңізді кез келген жерге төге алмайсыз. Сен түсінесің бе? Сондықтан сіз желілік маркетингтің осы әлеуметтік құрылымына кіргенде, мұндағы ережелер мүлдем басқаша болады. Бәрі жақсы. Сенің достарың көп. Бәрі жақсы, бірақ егер сен мұны түсінсең, достарыңмен бірге бола алмайсың. Өйткені сенің достарыңның бәрі сенің астарыңда және менің ережемді білесің. Оң, төмен, теріс, жоғары. Бәрі жақсы. Сенде негативтілік пайда болады. Өйткені желілік маркетинг оңай емес. Сенде проблема бар. Сен 80-ге толмадың. Мен саған WhatsApp арқылы қоңырау шалып жатырмын. Жарай ма? Бәрі жақсы. Сен нарық құрып жатырсың. Бірақ бірдеңе дұрыс болмай, нарық тығырыққа тірелуде. Бәрі жақсы. Сен жаңа нарықты сынап көресің, бірақ табысқа жете алмайсың. Және саяхаттауға көп ақша жұмсайсың. Сен үйге келесің. Ал әйелің осы аптада чегің қандай деп сұрайды. Немесе күйеуің, сен шектен асып кеттің деп сұрайды ма? Ал сенің жауабың жоқ. Бәрі жақсы. Ата-анаң сені қызмет қызметкері болу үшін тамаша мансап пен білім туралы дипломнан бас тарттың деп есептейді. Сіздің әкеңіз Google-да қызмет іздегенде, ол жай ғана есінен танып қалады. Және мұның бәрі болып жатыр. Бәрі жақсы. Бірақ сізде бұл жағымсыздықты жоюға орын жоқ. Сонымен не болып жатыр? Желілік маркетингте сіз осындай күлімсіреу сияқты жағымды мимикасы бар көптеген адамдарды көресіз. Білесіз бе? Олардың әлемге деген оң көзқарасы бар. Бірақ олардың ішінде қорап сияқты нәрсе бар. Бұл сіз барлық негативтерді салып, оны жауып тастаған қорап сияқты. Түсіндің бе? Ал бұл негатив сыртқа шығуға тырысады. Ал сен оны қуып жібересің. Содан кейін сен ең төменгі күштеріңді қарсы алып, оны төмен түсіресің. Сен үйге келе жатырсың. Әйеліңнің күліп, білесің бе? Кнет, керемет компания дегенін көресің. Біз үлкен шешім қабылдадық. Сен жұмыстан шықтың. Енді сен үйде толық уақытты жұмыс істейсің. Негативтен арыла алмайсың. Бәрі жақсы. Қорапты ашып, негативтеріңізді тастамас бұрын төмен түсіп, өсіп келе жатқан сызықтарыңызға қараңыз. Сіздің өсіп келе жатқан сызығыңыз сізді басып, позитивті болыңыз дейді. Бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы. Позитивті бол. Сен ең жоғары деңгейге жетесің. Армандарыңа көңіл бөлесің. Бәрі жақсы. Сенің алдыңда кез келген тапсырма тұр. Сен оны жеңіп, содан кейін қорапты қайтадан жабуың керек. Бұл сетевиктер барлық жерде осындай оң көзқараспен жүреді екен. Бірақ олардың ішінде қақпағы бар қорап бар. Ал бұл қақпақ жарылып, ұшып кете жаздады. Білесің бе? Және бұл жағымсыздықтың бәрі бір күні сыртқа шашырап кетеді. Білесіз бе? Және бұл сізге қатты әсер етеді. Және бұл күлкі қазіргідей болып барады. Түсіндің бе? Көріп тұрсың ба? Бәрі жақсы ма? Міне, осылай болып жатыр. Адамдар түсінбейді. Тіпті егер сіз сахнадағы бағыныштыларыңызға оң көзқарас танытсаңыз да, сіздің жүйеңізде қарым-қатынас жасау қабілетіңізде бәрі жақсы. Қане, балалар, осы аптада бонанза, қанша режиссерді таңдау керек? Сен өз армандарыңның тізімін алып келуің керек. Бірақ ішінде жарылып кете жаздаған қорап бар. Енді мен бұл қораптың бәрімізде, тіпті менде де бар екенін түсіндім. Бірақ менің қорапшам өте кішкентай. Түсіндің бе? Менен көп адамдар сұрайды. Бастық, сіз өзіңізді осы келеңсіздіктерден қалай қорғайсыз? Бәрі жақсы. Мен ұстанатын бірінші ереже. Мен оны миллиондаған рет қайталадым. Оны толығымен баспаңыз.
Айнаға 2 минут уақытыңызды бөліңіз. Мысық сатып алыңыз. Мысықпен сөйлесіңіз, итпен сөйлесіңіз. Егер сізді қолдайтын жұбайыңыз, күйеуіңіз немесе әйеліңіз болса, олармен сөйлесіңіз. Оған 2 минут уақыт бөліңіз. Хронографыңызды 2 минут бұрын іске қосыңыз, және оның 2 минутқа тоқтағанына көз жеткізіңіз. Өйткені 2 минуттан астам уақытқа созылатын кез келген нәрсе сіздікі болады. Бұл қорапта емес. Білесіз бе? Бұл сіздің қорап екеніңізді білдіреді. Ал желілік маркетингте сіздің жолыңызда құлдырау мен құлдырау бар. Мен бұл туралы сізге бұрында айтқан болатынмын. Қазір кейбір адамдар үшін құлдыраудан да көп нәрсені білдіреді. Ал кейбір адамдар үшін құлдыраудан да көп нәрсені білдіреді. Бұл маңызды емес. Сіз бар күшіңізді салған кезде бәрі теңестіріледі. Бәрі жақсы. Мен түсінемін. Сіздің чектеріңіз үлкейіп, төменгі ағымдағы чектеріңіз де өскенде. Бұл негативтер жай ғана жоғалады. Табыс. Бұл шошқа банктің кішірейтудің ең үлкен құралы. Бірақ бұл сіздің жеке жетістігіңіз ғана емес, солай емес пе? Өйткені егер сіз үлкен чектер алып, патшаның немесе патшайымның өмірін өткізіп жатсаңыз, және сіздің барлық төменгі деңгейлеріңіз зардап шегетін болса, олар сізге түседі. Өйткені негативтілік артып, позитивтілік төмендейді. Бәрі жақсы. Ал олар саған түскенде, сен адам болып қала бересің, және әлі ұзақ өмір сүруге жаратылған жоқсың. Сондықтан, мен желілік маркетингте сіз өзіңіздің әлеуметтік құрылымыңызды бақылауыңыз керек екенін түсінемін. Адамдар менің кеңсеме келгенде, үйіме келгенде, немесе қасымда отырғанда, мен оларға мұны істеуге 2 минут уақыт беремін. Жақсы ма? Мен 2 минуттан артық ешкімді қызықтырмаймын. Бәрі жақсы ма? Өйткені, сайып келгенде, сіздің негативтеріңіздің 99%-ы басқа адамдардың пікірлері мен эмоционалдық әлсіздіктен туындайды. Бәрі жақсы, бұл жүйке ауруы деп аталады. Бұл дұрыс емес. Егер сіз фактілерді айтсаңыз, тіпті бұл жағымсыз факт болса да, оған оң көзқараспен қарауға болады. Өйткені сіз оның шешімін тапқыңыз келеді. Содан кейін жиналғандардың барлығы осы оң мақсатпен келісу керек, шешім табу. Егер сіз жағымсыз фактіні жағымсыз түрде айтсаңыз, оны сіз үшін ешкім шеше алмайды. Өйткені бәрі бұл жағымсыз аймақтан аулақ болғысы келеді. Желілік маркетингтің әлеуметтік құрылымында мен ұстанатын бір ереже. Бұл әлеуметтік құрылымда жағымсыздан гөрі жағымдысы көбірек болу керек. Енді сіздің қарым-қатынасыңызды дұрыс жолға қою жолында позитив әрқашан жоғары болу керек. Бірақ кейде негативтер өсіп, позитивтер төмендейді. Сіз Висконға келгенде жағдай қайтадан өзгереді. Сәрсенбіде менің хабарламамды көргенде жағдай қайтадан өзгереді. Бәрі жақсы. Содан кейін сіз қайтып келесіз, және сізде қиын апта болады, және бәрі қайтадан өзгереді. Содан кейін сіз қауымдастықтың күшіне ие боласыз, және бәрі қайтадан өзгереді. Содан кейін бәрі осылай болады. Содан кейін сіз үлкен сомаға чек аласыз. Бум. Содан кейін сіз оны барынша көбейтесіз, және сома. Сіздің команда ретінде, ұйым ретінде, жоғары және төменгі деңгейдегі басшылар ретінде сіздің түпкі мақсатыңыз, сіздің ұйымыңызға деген оң көзқарас әрқашан жағымсызға қарағанда күштірек екеніне, желі құру жолында үнемі көз жеткізу. Мұның болып жатқанын көргенде, сіз дереу әрекет етуіңіз керек. Командор сияқты әрекет етуіңіз керек. Мінез құлық парадигмасын өзгертуіңіз керек. Солай емес пе? Өзіңізді шапалақпен ұрыңыз, маған қоңырау шалыңыз, жоғары сызығыңызға барыңыз, отырыңыз және өзіңізді ретке келтіріңіз. Өйткені сіз бұл жағымсыз аймаққа өте тез түсіп кетесіз. Сонда сен шыға алмайсың. Енді бұл тек табысқа байланысты емес. Менде үлкен чектері бар адамдар бар. Олар да теріс сынақтан өтеді. Қазір кейбір адамдар бас аспас жоқ деп санайды. Және бұл негативтілік тек бірінші дәрежелі көбе көшбасшыларына ғана тән. Бәрі жақсы. Мен біреуге теріс көзқараспен қарадым ба? Сіз Ви, ырғыз серіктестерінен жарайды. Мет және Ви, Q лайфстайл басшыларынан сұрай аласыз. Сіз кез келген адамнан сұрай аласыз. Жоқ, бәрі жақсы. Мен тіпті иттеріме де теріс қараймын. Солай емес пе? Өйткені негативтілік сенің айтқаныңнан емес, адамдардың сезімінен туындайды. Міне, мен бүгін не білдім? Мен энергияның күшін білдім. Сіз теріс көзқараста болсаңыз, сіз шығаратын энергия жай ғана теріс болады. Және ол сіздің соңғы төмендеу сызығыңызға жетеді. Маған сеніңіз, сіз адамдардың шағын тобында негативті ұстай алмайсыз. Бұл мүмкін емес. Ол дала өрті сияқты таралады. Өйткені сіз шығаратын энергияны басқара алмайсыз. Сондықтан 2 адам болсын, 3 адам болсын, мен және осы немесе 3 адам болсын. Біз негативтің 2 минуттан артық созылуына жол бермейміз. Біз жағдайды өзгертеміз, жарай ма? Біз парадигманы өзгертеміз. Біз әрқашан кез келген ұйымда
Соның ішінде осы компанияда оң және теріс энергия арасындағы салауатты қашықтықты сақтағымыз келеді. Енді сіз олардың қол жеткізген бейнелерін көресіз. Бұған қол жеткізу мүмкін емес. Біз бірнеше апта бұрын қайтып келдік. Бізде қиындықтар болды және осының бәрі болды. Сәлеметсіңдер ме? Балалар, сендер нетворкинг мамандығын таңдадыңдар. Егер сен менің тікелей жетекшім болмасаң, мен сенің қолыңды бұрамас едім. Бәрі жақсы ма? Бірақ мен сенің қолыңды бұрған жоқпын. Енді сен желі маманы болсаң, маған сенің қарым-қатынасың, эталон, тілің, мүлдем бейтаныс адамға не айтсаң, ол сенің желіңе түсетін энергияны анықтайды. Жабық есік жағдайында айтқандарың энергияны өзімен бірге алып жүреді. Сіздің ойыңызша, жуынатын бөлмеде оңаша қалғанда, ол да қуат береді. Сондықтан сізде басқа амал жоқ. Бірақ егер сіз осы желілік маркетингтік бизнесте аман қалғыңыз келсе, ве отбасында шынымен күшті ұйым болғыңыз келсе, онда сізде бір ғана ереже бар. Ұйымыңыздағы энергияңыз үнемі болу керек. Қаншалықты қиын болса да, позитивті болыңыз. Өйткені қиындықтар ешқашан тоқтамайды. Бұл статус-кво. Желілік маркетингтің ешбір жолы қиындықсыз өтпейді. Бұл жай ғана статус-кво. Бірақ сіз ұйым ретінде, ұйымға жаңадан келген болсаңыз да, қаласаңыз, жағымды хабарламалар жібере аласыз. Сен түсінесің бе? Кейде мен серіктестіктің құрылтайшыларынан басқа барлық мүшелеріне жағымды хабарламалар жіберуге тура келеді. Мен әрқашан жағымсыз хабарларды жоғарыға, ал жағымды хабарларды төменге жіберемін. Білесіз бе? Бірақ бұл жақсы. Бірақ егер сіз миды тексеруден өткізсеңіз, дұрыс көңіл күйде болсаңыз, шешім қабылдау процесін жүргізсеңіз, онда сіздің ұйымыңыз әлемдегі ең позитивті адамдар тобы болуы керек, және сіз бұл қорапты алып, қажет болған жағдайда, оны кішкентай қорапқа айналғанша жабу керек. Тіпті қарамаңыз, қақпақтың бір дюймге де көтерілуіне жол бермеңіз. Жағымсыздық жай ғана дала өрті сияқты таралады. Ендеше, балалар, осы аптада сіздің өміріңізде не болып жатқаны маңызды емес. Маған бәрібір. Біз шеше алатын нәрселер бар, біз шеше алмайтын нәрселер бар. Бір нәрсе кейінге қалдырылады, және бір нәрсе кейінге қалдырылмайды. Мұның бәрі бөлек тақырып. Қиындықтардың, драманың, жеке мәселелеріңіздің, отбасыңыздың проблемалары бүкіл әлем бойынша жүздеген, мыңдаған, миллиондаған адамдардың өміріне әсер етуіне жол бермеңіз. Бұл Датуридің маған берген ең үлкен сабағы болды. Мен бүгінге дейін бір ғана нәрсені мақтан тұтамын. Тапқан ақшам емес, қор емес, ештеңе емес. Ең бастысы, мен өз басшыларыма, Дата Шри Виджай мен Жапаға бұл ұйымды ешқашан негативтілікке жол бермегенімді мақтанышпен айта алатынымды мақтан тұтамын. Мен ешқашан тепе-теңдіктің бақылаудан шығып кетуіне жол бермедім. Позитивті көзқарас әрқашан жоғары болады. Және бұл ұзақ уақытқа созылатын ұйым құрудың жалғыз жолы. Сондықтан, бұл бейнені дәл қазір көріп жатсаңыз, мына жағын сипап, қазір бәрі жақсы деп айтыңыз. Бұл сізді жақсырақ адам ететін дәлелденген ғылыми теория. Көріп тұрсың ба? Қазір байқап көр. Сен кетіп қалдың ба? Жоқ. Алдымен оңға, содан кейін қайтадан солға. Мына шынайы күлкіні көріп тұрсың ба? Өйткені менің негатив қорапшам қазір өте кішкентай. Балалар, менімен келісесіңдер ме? Ұйымдағы позитивті көзқарас ең жақсы нәтижеге кепілдік береді. Мен сендерді жақсы көремін, балалар.